Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік, классикалық капкейктер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 150 грамм сары май, 1 шымшым тұз, 180 грамм сахарная пудра, 2 жұмыртқа, 270 грамм ұн, 1,5 шай қасық разрыхлитель, 220 мл сүт керек. Сары майды алдын ала холодильниктен шығарып, үй температурасында ұстаймыз. Оған 1 шымшым тұз және сахарная пудра қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Яғни осы кезде сары майымыз әппақ болып көпіргенше, жұмсарғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Сары май әппақ болып көпіргеннен соң біз біртіндеп отырып жұмыртқамызды қосамыз. Бірінші жұмыртқаны қосамыз, содан соң миксермен жақсылап араластырамыз. Біраз араластырғаннан кейін барып, екінші жұмыртқаны қосамыз. Оны тағы да миксерлейміз. Сары май мен жұмыртқа жақсылап араласқаннан кейін миксерімізді тоқтатамыз. Ұнға 1 қасық разрыхлитель қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды елегіштен елеп отырып, осы сары майға қосатын боламыз. Ұнды елеп отырып, бірнеше бөлікке бөліп отырып саламыз. Бірінші бөлігін елеп аламыз, содан соң миксермен жақсылап араластырамыз. Содан соң екінші бөлігін саламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз, содан соң сүтімізді құямыз. Содан соң миксермен қайтадан араластырамыз. Егер де айналасына жабысып қалған жағдайда, ыдыстың оны лопаткамен алып, ішіне салсаңыздар болады. Сөйтіп миксермен біркелкі қылып араластыратын боламыз. Сүтті құямыз, содан соң қайтадан миксермен араластырамыз. Сөйтіп ұнымызды елеп аздап құйып, арасында сүтімізді құйып, барлығын кезектеп отырып араластырамыз. Сол кезде біздің капкейкіміздің тестосы өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Жегендеріңізде аузыңызда бірден еріп кететін болады. Өте дәмді шығады. Капкейктерімізді пісіруге даярлаймыз. Егер де сіздердің капсулаларыңыз жұмсақ болған жағдайда, мен секілді ыдыс қолдансаңыздар болады. Ал егер де капсулаларыңыз қатты қағаздан жасалған болса, онда тікелей тестомызды осы капсулалардың ішіне сала береміз. Капсуланың 4-тен 3 бөлігін ғана толтырамыз, өйткені ол пешімізде көтеріледі. Одан соң 175 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіресіздер. Оны ағаш палочкамен піскенін тексересіздер міндетті түрде. Капкейктеріміздің дәмі өте керемет, өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін.